Жемқор жерімді саттым ба? Не істедім мен? Шешең ағам, өлтіремін сен газ қотақпас, ұялмайсың ба? Шешең ағам ұяланба мен, отырмын ғой өзінен өзіме. Мен бейшара, әнші мына жейін, отырмын. Не болдың? Отыр, а? Отыр, әшейін дейсің. Мен жемқорым ба? Педапен. Емош! Өз қазақ. Мансыздақ пеші! Өз қазақ болсам да, сеп жүрмін ба? Мен жамасы тірлік сеп жүрмін ба? Мал? А? Шешең ағам, айтқансын қайтарып ал! Шешең ағама долбоеб, бля. Ұялмайды. Шешең ағам өзімен отырмын ғой. Бейшара, өзім отырмын ғой, шешең ағам. Долбоеб мал, өзім отырмын ғой, шешеңсің қотақпас. Ән айтып отыр ғой, үндемей отыр ғой. Өзімен өзім жүрмін. Тағдырым да, ойым да өзімен жүрем. Ешкі зияным жоқ, зиянды тигізбеймін. Әншімін, не болды сызжан? Ұялмайсың ба? Шешең ағамына ұяламай мен? Жүрмін өзімен өзім. Бейшара, сен сұрауым керек ба, қотақпас? Шешең ағамы тағдас не? Амыңды айырам шешеңнің ағамы. Енді бұл айтып қойшы маған шешеңнің ағамы. Қотақпас не? Не? Не твою мать? Сен қотақ же нахуй көресің. Долбоеб, не сен көріп мен нахуй? Ұялмайсың ба? Не сеп мен ұялатындай? Мал, блядь, сіккенім бар еді қыз болса, ауызы байға сөйлесін нахуй. Похуй маған қотағым еді. Қыз болса ауызы байға сөйлесін. Еркек адамға қаттай. Ал, ойбай, сөйлейін ба? Ұялмайсың ба қыз болса сөйлеуге дейді, естіп. Енді айтайын, мен де сөзім дайын ғой. Қазақта қыз баласы ешқашанда молаға бармайды дейді. Қазақтың қыз болса молаға бармайды. Қазақта шариғатта. Ал қыз болса ер адамның көңілінен бүйтіп деп сөйлеуге болмайды. Ал не? Білмейді деп ойлайсың ба, а? Білмейді деп ойлайсың ба? Қотақпас, өзің біліп ал бірінші. Қатын, қазақта қатын ешқашан еркектің бетінен шаппайдысың ба? Мал, сен білмесе біліп ал. Блядь, маған ақыл етпей қой. Мен сенен де ақыл бейдесін ақыл білесің ба? Кітапты дақуя оқығам, мететті оқымасам да ақыл. Ой, бля. Мететті оқымағам, тәптісі оқымағам. Мен бәрін білемін ақыл. Ренжімесің маған. Не қазақта қай қатынның еркектің бетінен алып төсінен шап, жағасы ұста деген қай қазақта кітабын жазылған? Мен жазылған саған нахуй. Өзі бірінші нормально сөйлесін ал. Түсін ба? Өйтіп жақтамай-ақ қой сен. Ер адам қыз баланың көңіліне келмейді. Еркек болса өйтіп сөйлеме қыз балаға деп. Ойбай, бейшара. Қыз болса нормально сөйлемеймін ол маған. Еркекпін мен, еркекпін ба? Ит болсам да еркекпін, қазақтың жігітім ба? Не маған нормально сөйлемейді онда? Не маған мен көңіліме қалап, ер адам ғой онда. Не адамның сөйлемейді аға? Қай кітапта жазылып тұр? Қатын деген еркектің сөзін сөйлеу керек. Еркектің алдында кіш бейіл болу керек. А? Сен пиздешар? Бабник, блядь. Ам құмар, ам жалағыш, блядь. Падка бүлішік наху. Қадай? Падка, қадай? Сен сондайсың наху. Сен какой-то бір қыздың сөзін жақтап olsun. Падка, қадай? Қадай? Жағады? Падка. Тілмейіп атшы жесін. Атаңа нәлет. Падка гүліп қадай? Тілмейіп атшы жесін. Орысшаға тілмейіп атшы. Орысшаға. Падка, қадай? Булочник па? Булочник па? Булочник. Падка, булочник. Тілмейіп атшы. Заебал нахуй. Заебал! Падка, булочниксің сен. Булочник, я твой. Булочник үйге салатын ше. Пұрнаметке